Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай тауық етін былайша айтқанда гриль дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға май, сұйық бұрышымызды, паприкамызды, тұзымызды және томатный пастамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл бізде тауығымызды қызарып, әдемі рең беру үшін жағатын негізгі соусымыз болып табылады. Осы соуспен бүтін тауықты алып, жуып, тазалап, жақсылап барлық жеріне жағып шығамыз. Осылай қанаттарының астына, аяқтарына, ішкі жағына, тауықтың беткі бөлігіне біркелкі етіп жағып шығасыздар. Және де менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдау көрсетіп, лүпіл басып, комментария жазып отырыңыздар. Алдағы уақытта тағы қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Біз соусымызды жағып болғаннан кейін енді әркімнің өзінің формасына қарай жарты немесе бір пачка осындай тұзды аламыз. Және сол тұзды жақсылап біркелкі етіп осылай форманың үстіне жайып шығасыздар. Енді осы тұзымыздың үстіне тауығымызды қойып, біз қызып тұрған пешімізде 1 сағаттай пісіріп алатын боламыз. Тауығымыз осылай пісіп шықты. Астындағы тұздарын алып тастайсыздар, қатып қалған. Ол ештеме етпейді. Және беті кішкене осылай қызарып пісті менде, бірақ ол ешқандай дәміне әсер етпейді. Оны осылай алып, қазір біз тауығымыздың үстін сәндеп жіберетін боламыз. Менде бұлай қызарып кеткен себебі мен паприканы және томат пастасын кішкене көптеу қосып жібердім. Сондықтан солай болып шықты. Енді осылай салат жапырақтарын қойып, үстіне тауығымызды қойып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеп, әрлеп, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Менде осындай болып шықты. Дәмі барлығы жақсы, ешқандай тұзды емес. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, ас болсын.